Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біз бүгін физика пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын қолдану бойынша сабақ өтеміз. Физика пәні үлгілік оқу бағдарламасынан 11 сынып 3 тоқсан. Сабақтың тақырыбы фотоэффектіні қолдану оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 11.7.1.4 фотоэффектінің табиғатын түсіну және оны қолдануға мысалдар келтіру. Оқу мақсаты оқушылар фотоэффектінің мәнін түсінеді, оның құбылыс ретінде қалай жұмыс істейтінін сипаттайды және қолдану салаларына мысалдар келтіреді. Оқушылар жасанды интеллект құралдары арқылы фотоэффектінің көрнекі бейнесін генерациялап, тәжірибелік түсінік қалыптастырады. Арқылы күрделі физикалық құбылысты визуалды түрде түсініп, тәжірибелік ойлау дағдылары дамиды. Бірінші, ChatGPT-ді Google-ға ChatGPT деп жазып, ChatGPT-ді ашамыз. Осы жерге оқушылар бүгінгі тақырыпқа қажетті сұрақтарын қою арқылы промпт алады, яғни дайын промпт жазып береді. Нақтылап сол дайын промптты копировать етіп алады. Осы копировать етіп алған, яғни жүктеп алған промптымызды Google-ға Gemini деп жазамыз. Келесі Gemini-ді ашамыз. Сол Gemini-ді ашылған соң, сол жерге осы ChatGPT-дан копировать етіп алған промптымызды осы Gemini-ге қоямыз. Яғни көшіріп алып осы жерге қойған кезде бізге бұл жерден сурет генерациялап береді. Осы сурет арқылы біз келесі қадамға көшеміз. Яғни осы суретті біз енді келесі Grok AI, яғни Google-ға Grok AI деп жазамыз. Grok AI платформасына кіреміз. Осы жерден біз суретімізді визуалды түрде көруімізге мүмкіндік болады. Енді бұл жерде сол біздегі суретімізге видео жасап береді. Енді осы жерден қорыта кеп айтатын болсақ, фотоэффектінің табиғатын, оның қалай жүзеге асатынын, қай салада қолданылатынын толық түсінеді. Бұл жасанды интеллект дегеніміз білім берудегі жаңа мүмкіндік.